Ассалаумағалейкум. Қазақстандық жеңілмеген профи Данияр Елеусінов мансабының жаңа кезеңіне өтті. Ол енді әлеуметтік желілерде өзін белсенді ұстай бастады. Бұл үшін Данияр Twitter желісінде парақша ашқандығын айтты. Әлем боксының саңлақтарының бәрі осында отырады екен. Мен де Twitterде боламын. Қолдау көрсетіңіздер, деді ол. Сондай-ақ ол Instagram парақшасында да пост қалдырды, бірақ оны сәл кешірек алып тастады. Мен оны оқып үлгердім, сондықтан есімде қалған ақпарат бойынша айтатын боламын. Ол өз салмағының чемпиондары Эррол Спенс пен Теренс Кроуфордтардың суретін бейнелеп, ендігі мақсатым оқшы боксшылар деген жазба қалдырды. Комментте боксшыны қолдағандар көп болды, бірақ кері пікір жазушылар да табылды. Сен көп қалып қойдың, біздің профилер Жәнібек Әлімханұлы мен Айдос Ербосынұлылар чемпиондық сындарға шығайын деп жатыр. Ал сен әлі жүрсің. Мансабыңа көңілім толмайды деген бір пікірді менің де көзім шалды. Оған Данияр, олар IBO белбеуін ұтып алсын, оған жету үшін мықты боксшыларды жеңу керек дегенге саятын жауап қатты. Ары қарай бұл жағдай ушығып кеткен секілді, сондықтан Данияр постты өшіріп тастағанға ұқсайды. Көргенімді айттым, көрмегенді болжағым келмейді. Бірақ бұдан ұққанымыз Даниярдың әлеуметтік желідегі белсенді боламын деген бірінші күні сәтсіздікке ұшырағандай. Дегенмен ол тақырыпты мүлде басқаша өрбітіп бастаған еді. Ол қос чемпионның суретінің астына мына екі чемпион біздің ендігі мақсатымыз. Олардан еш кем түспеймін. Егер таза болса, бізде мүмкіндік мол. Олардың медициналары алға кетіп қалған. Ал бізде Құдай берген талант бар, деп жазды ол. Медицина дегенде ол екі чемпион допинг қабылдайды дейді. Бұған мен де қосыламын. Америка мен Мексика соңғы кездері британдық боксшылар тұрақты түрде допинг қабылдайтындығын айтып жүргенім рас. Ондайды біз Канело Головкин бәсекесінде көргенбіз. Сондай-ақ Матиас Жүкембаев бәсекесінде раунд сайын күш алып денесі тола бастаған Сабриэльден де күмәнданғанбыз. Боксшы бұл коммерциялық жоба, бизнес, сондықтан промоутерің беделді болса, лас ойынға да жол аша аласың. Десе де Даниярдың мұндайға көңіл аудармауы керек. Бірінші сол боксшыларға жету маңызды. Міне осы сәтте кейін осыны айтуға болады. Әзірге өсе түсу маңызды. Өткен жылдың соңында Данияр әлем чемпионы атанды. Алайда IBO атағы оған еш танымалдылық бере алмады. Әлем тұрмақ, елде де бұған таңданысын білдірген ешкім болмады. Сондықтан оның желіде белсенді болуын мен құп көремін. Мұндай жол пайдалы екенін Жәнібек көрсетіп берді. Енді неге соны қайталамасқа? Шынын айтайын, қазір профиде жүрген біздің боксшылар арасындағы ең технары да осы Данияр. Енді оған бұл әлеуетін пайдалану керек. Одан біз үлкен үміт күтеміз. Ал енді тағы бір жауыр болған тақырып. Ол Головкин мен Канело арасындағы трилогия тұрғысында. Екінші кездесу өткізгеннен кейін бірінші рет Головкин тарабы Канелоға үшінші кездесу өткізу туралы ұсыныс тастады. Бұл супер орта салмақта 4 белбеушіні өтерсін. Генаның сапромоутері Эдди Хирн мексикалық тарапына ресми түрде осыны мәлімдеді. Әрине, бұл бірінші ретте Головкиннен түскен тапсырма. Кездесуді осы жылдың қыркүйегіне өткізейік депті. Өйткені сәуір айында Головкин Риота Муратамен жолығады. Өздеріңіз білетіндей Канелоға ұсыныс көп тасталады. Ол биыл мамыр айында орта салмаққа түсіп Джермал Чарломен шығады деген ақпарат бар. Өйткені ол кездесуі мүмкін деген Давид Бенавидес, Давид Лемиомен шығатын болды. Міне сол Чарлодан соң Генамен шығу жоспарлануда. Өздеріңіз білетіндей Канело трилогиядан қашпайтындығын айтқан еді. Ұсыныс тастасын деген болатын. Енді міне шақырту тасталды. Ал оны мексикалық қабылдай ма, жоқ па? Жақын күндері белгілі болады. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.